Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы атлах шайқасы. Бұл атлах шайқасы бізге 2 сағат берілген. Бүгін бірінші сабағын бастаймыз. Балалар, біз өткен сабақта ерте орта ғасырларда бірнеше мемлекеттермен таныс болдық. Қандай мемлекеттер еді? Түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты, Қарлұқ, Оғыз қағанаттары. Мінекей, бүгінгі сабақта біз атлах мемлекеті қандай елдермен шайқасты. Міне, енді осыны білу үшін мына суретке назар аударайық. Балалар, бұл суретте нені байқап отырмыз? Бұл суретте бізге берілген соңғы 2 суретке назар аударайық. Бұл суретте нені байқап отырмыз? Дұрыс айтасыңдар. Яғни Қытайларға ұқсайды. Киімдері де әртүрлі. Біз ұлттық киімдеріне қарап, кімдер екенін, атлах шайқасында кімдер қатысты? Мінекей, соны білу үшін осы сурет арқылы жұмыс жасаймыз. Бүгінгі сабақтың негізгі зерттеу сабағы неліктен атлах шайқасын халықтар шайқасы деп атайды. Оқу мақсаты атлах шайқасының тарихи маңызын талдау, көшпелілердің әскери өнеріндегі жетістіктерін сипаттау. Бүгінгі сабақта атлах шайқасының тарихи маңызын білу үшін бейне жазбаны көрейік. Атлах шайқас туралы не білесіңдер? Ол қай кезде болды? Бұл шайқас кімдер арасында болды? Оның тарихи маңызы қандай? Атлах шайқас туралы не білесіңдер? Қазақ жерінде құрылған ежелгі түркі мемлекетінің бірі Түргеш қағандығы. 8 ғасырдың ортасында Түргеш мемлекеті ыдырау кезеңін бастан кешіреді. Осыны пайдаланған қарлықтар Қарлұқ қағанатын құрады. Бірақ Түргештер мен Жетісудағы өзге де тайпаларға Қытайлар мен арабтар ерекше қауіп төндірді. Атлах шайқасы қай кезде болды? 751 жылы Жетісуға шығыстан Тан империясының әскері баса көктеп кіріп, Түргеш астанасының бірі Суяпты басып алып, тас талқан етіп қиратады. Дәл осы кезде оңтүстіктен арабтар да түргештерге қарсы жорғын бастайды. Бұл шайқас кімдердің арасында болды? 751 жылы Тараз маңындағы Атлах қаласында арабтар мен Қытай әскерлері арасында үлкен шайқас болды. Екі жақтан соғыс майданына 100 мыңнан аса жауынгер қатысты. 5 күнге созылған ұлы шайқастың тағдырын қарлұқтар шешті. Соғыстың шешуші кезеңінде олар көтеріліс жасап, Қытайларға қарсы шықты. Қиян кескі шайқаста арабтар жеңіске жетіп, Қытай әскері толық талқандалды. Араб тарихшысы Ибн әл-Асырдың жазуы бойынша, шайқастың 5-ші күні ту сыртынан қарлұқтар шабуылға шығып, нәтижесінде Қытайлықтар жеңіліске ұшырады. Бұл шайқаста 50 мың қытайлық қаза тауып, 20 мыңы тұтқынға алынды. Атлах шайқасының тарихи маңызы қандай? Бұл тарихи жеңіс болды. Себебі осы шайқастан соң 1000 жылға дейін Қытай патшалығы Жетісуды басып алмақ ойынан бас тартты. Арабтар жеңіске жеткенімен бұл жерде ұзақ тұрақтай алмады. Біршама уақыттан соң олар Жетісу жерінен кетіп, түркі тайпалары қайтадан осы жердің иесі атанды. Атлах шайқасындағы жеңістің тарихи маңызы аса зор болды. Атап айтар болсақ, Орта Азия мен Қазақстан жеріндегі тайпалар өз тәуелсіздігін сақтап қалды. Қазақ даласына ислам діні таралып, ислам дінімен бірге араб жазуы мен араб мәдениеті енді. Түркілер ислам мәдениеті арқылы әлемдік мәдениеттің құрамдас бөлігіне айналды. Оған дәлел ұлы ғалым ойшыл Әл-Фарабидің Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атануы. Мұсылман ренессансының тағы бір ірі тұлғасы әлемдік медицина канондарының негізін қалаушылардың бірі көрнекті ғалым дәрігер Ибн Синаның болуы. Сонымен қатар Махмуд Қашғари, Жүсіп Баласағұни, ислам дінін таратуға атсалысқан Ахмет Яссауи сынды ұлы ойшылдардың әлемге танылуы дәлел. Қазақтың зиялы өкілдері араб әліпбиін қолданып жазу жазды. Араб әліпбиі 1929 жылға дейін қолданыста болды.
исламды мемлекеттік дін ретінде мойындаған түркі халықтары біртұтас рухани, мәдени бірлікке қол жеткізу арқылы ұлт ретінде ұйысып, тұрақты, гүлденген мемлекеттерге ие болды. Балалар, жаңа біз Атлах шайқасы туралы, маңызын туралы білдік. Енді бейне жазбадан кейін мына тапсырмаларды орындауға кірісейік. Атлах шайқасына дейінгі аймақтағы саяси жағдай, шайқасының алғы шарттары, бағалау критерийі Атлах шайқасының алғы шарттарын талдайды. Дескрипторге мән берейік. Білім алушы Атлах шайқасына дейінгі аймақтағы мемлекеттерді атайды. Шайқасқа дейінгі мемлекеттердің жүргізген сыртқы саясаты туралы сипаттайды. Шайқастың негізгі бір себебін анықтайды. Шайқастың қосалқы екі себебін де анықтайды. Экранда көрсетілген тапсырманы орындаймыз. Атлах шайқасының алғы шарттарын талдадық. Мына картаға қарайық. Тан империясы Түркеш қағанатына 8 ғасырда қауіп төндіргенін байқаймыз. Ал оңтүстігінде Араб халифаты 8 ғасырда үш құрлық әскерлерінің арқасында өз иеліктеріне ие болды. Ол Азия, Африка және Батыс Европа аймағы. Біз айтқан мәліметтерді тірек кездесімен біріктірейік. Түркештерге Араб халифаты мен Тан империясы қауіп төндірді. Сол кезде түркештер неліктен әлсіреу жағдайына ұшырады? Себебі түркештер сары және қара түркештер болып бөлініп, 20 жылға созылған талас тартыс болған еді. Сол кезде Араб халифаты мен Тан империясы дамыған мемлекет болған еді. 8 ғасырда Араб халифаты Орта Азияға жорықтар жасап, 750 жылы Аппас әулеті билікке келген еді. Ал Тан империясы Түркеш қағанатының әлсірегенін байқап, 740 жылы Тараз қаласын басып алды. 748 жылы Жетісуға шабуыл жасап, Суяб қаласын қиратады. 749 жылы Шашты, яғни қазіргі Ташкент қаласын басып алады. Араб қолбасшысы Зияд ибн Салих 10 000 әскер басқарды. Түркілер мен соғдылар қосылды. Әл-Магдизидің жазбасы бойынша былай деген: 5 күнге созылған соғыста Қытай әскерінің 45 000-ы өліп, 20 000-ы тұтқынға түсті деген. Ал Қытай қолбасшысы Гао Сянчжайдың 20 000 әскер мен көшпелілер тайпалары басқарды. 100 000 әскерлермен шайқасты. Қытай жазбаларында шайқас мейлінше қиян-кескі жүріп жатқанда қарлұқтар көтеріліс жасап, арабтар жағына шығып кетеді. Гао Сянчжин қолы түгел қырылады деген жазбаларда кездеседі. Берілген тапсырмаларды орындауға тырысайық. Төмендегі сұрақтарға жауап бере отырып, Атлах шайқасы туралы негізгі ақпараттарды айтасыздар. Дескрипторінде мынадай білім алу үшін мынадай талаптарды міндетті түрде орындау керек. Кімдер сұрағы бойынша Атлах шайқасының негізгі қатысушыларын анықтайды. Міне берілген сұрақтарда шайқасқа кімдер қатысты, әскерді кім басқарды, қанша әскер қатысты, шайқас қай жылы өтті, қанша уақытқа созылды, қай жерде болды, шайқасқа кімдер жеңіске жетті, неліктен жеңіске жетті, қандай әскери тактикалар қолданды деген сұрақтарға жауап береміз. Балалар, берілген жауаптарыңызды мына ақпараттар арқылы дұрыс еместігін белгілеп алыңыздар. Келесі тапсырмада Атлах шайқасы туралы негізгі ақпараттарды мінеки белгілеп аламыз.
Тапсырманың жауабын тексеріп алыңыздар. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.